Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай керемет ассортиге қоюға болатын, осындай әдемі құймақтың ортасына осылай салма салынып, керемет қарапайым ғана заттардан тұратын күшті тағам түрін сіздерге ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, бірге жасап көрейік. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Және де ең алдымен осылай 2 жұмыртқамызға 1 қасық шай қасықпен 1 қасық тұзымызды салып, тұзымыз жақсылап ерігенше венчиктің көмегімен немесе вилкамен әдемілеп араластырып алатын боламыз. Және де енді осылай керегінше сүтімізді құйып, тағы да бір жақсылап араластырып алатын боламыз. Қанша мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге де жазып қоятын болам. Және де енді керекті мөлшерде осылай суымызды да құйып, жақсылап тағы да араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде жасап жеңіздер, өте керемет болып шығады. Және де енді осылай қасықпен, ас қасықпен өлшеп, сұйық майымызды құятын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, жақсылап сұйық майымызды да құйып, жақсылап араластырып алып, осылай ас қасықпен 7-8 қасықтай осылай електен өткізіп, ұнымызды шетінен салып отырып, араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіңіздер, сол кезде тестасы сондай әдемі, сондай күшті болып шығады, сұйық болып, және де жабыспай дұрыс болып шығады. Міндетті түрде електен өткізіңіздер. Мен шамамен 7-8 қасықтай ас қасықпен сондай ұн кетті, 250 граммдай ұн кетті. Осылай міне видеода көріп тұрғандарыңыздай міне осындай қоюлықта болу керек, қатты сұйық емес, қою емес, осындай орташа сұйықтықта болу керек. Осындай өзіңізге ыңғайлы асты жабыспайтын құймақ пісіретін табаңызға осылай май жағып, алғашында май жағып, жақсылап әдемілеп осылай құйып, екі бетін қызартып, әдемілеп пісіріп алатын боламыз құймақтарымызды. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай асты жабыспай әдемі болып шығып жатыр құймақтарымыз. Байқасаңыздар, мен қант қоспадым. Себебі бұған қант қоспайсыздар, себебі ортасына ет және де тағы да басқа қалауыңыз бойынша тәтті емес салмалар салып ассортиге ұсына берсеңіздер болады. Ал енді құймағымыз пісті, және де енді осылай 2 сәбізіміз, 2 пиязымызды, сәбізімізді ұзынша етіп осылай терктен өткізіп аламыз. Пиязымызды 2-ге бөліп турап аламыз. Әдемілеп қызып тұрған табамызға кішкене сұйық май құйып, жақсылап осылай ең бірінші 5 минуттай пиязымыз қызарғанша әдемілеп пиязымызды қуырып алатын боламыз. Келесі кезекте сәбізімізді де салып, осылай менде үйде бар заттар осылай қара бұрыш, кішкене паприка, кішкентай қашықтың ұшымен қара бұрыш, паприка және де керегінше кішкене тұз қосып, жақсылап араластырып, жай отта, ең төменгі отта әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Және де кішкене острый кетчуп қостым. Егер болса, кетчуп қосып жіберсеңіздер де болады. Немесе жоқ болса қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Жақсылап осылай жай отта әдемілеп сәбізіміз піскенше әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Және де енді майынан ажыратып, салмамызды басқа ыдысқа бөліп алатын боламыз. Осылай құймағымыздың ортасына жақсылап әдемілеп салып, үстіп орайтын боламыз. Мен 2 түрлі ғып көрсеттім сіздерге. Міне екіншісі осылай ортасына салып, әдемілеп орайтын боламыз. Міндетті түрде жасап жеңіздер. Ортасына фарш немесе творожный сыр салып орасаңыздар да болады. Міндетті түрде осылай жасап ассортиге қойыңыздар. Өте дәмді, әдем болып шығады. Видео рецепті ұнаса, поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Тегін лайктарыңызды аямаңыздар достар, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Парақшама, осы YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видео рецепті шыққанда алғашқылардың бірі болып көріп отырасыздар достар.